Қайырлы күн қыздар, бүгін біз осындай өте дәмді үй жағдайында пицца жасаймыз. Пиццаны бұл қамырмен жасасаңыз, жұп-жұмсақ болып шығады. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Жылы суға қантымызды, аштығымызды, тұзымызды, иісі жоқ сұйық майымызды қосып, барлығын біркелкі етіп осылай араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң ұнымызды қосамыз. Оның бірінші жарты бөлігін қалдырамыз, одан кейін қасықпен араластырамыз. Содан кейін барып біркелкі етіп жұмсақ қамыр елейміз. Қасықпен араластырсаңыз, сіздің ұныңыз, қамырыңыз жұп-жұмсақ болады. Бетін жауып, енді 1 сағат қалып қоямыз. Мінекей достар, 1 сағат уақытымыз өтті. Біздің қамырымыз жұп-жұмсақ болып, осындай болып көтерілді. Бұл қамырдан енді біз 2 пиццаны жасайтын боламыз. Ешқандай оқтаудың көмегінсіз осындай қолымызбен дөп-дөңгелекті қамырларды жасаймыз. Бізден бұл қамырдан 2 пицца пайда болады. Салмасын әртүрлі қылып жасасаңыздар болады. Сонымен қатар достар, мен өте дәмді пахлаваның сілтемесін қалдырамын. Сілтемеден өтіп, сол пахлаваны жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Қамырымызды жайып бастағаннан кейін пешімізді 230 градусқа қыздырып бастаймыз. Енді қамырымыздың бетін жауып, тағы да бір 10 минут қалып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын әзірлейміз. Яғни соусын, мен соусына кетчуп пен майонезді араластырдым. Әдемілетіп, енді видеодағыдай барлық жеріне жағып шығамыз. Салмасын әртүрлі қылып жасасаңыздар болады. Бұл қамырдан фаршпен де жасасаңыз өте дәмді болады. Енді өйстіп колбасаларымызды барлығын жан-жағына жағып шығамыз. Өйстіп қызанақ қоссаңыз да болады достар. Бірінші ірімшігімізді салмай 230 градуста 7 минут пісіріп аламыз. Мінекей 7 минут өтті. Енді үкіштен өткізілген сырымызды салып, тағы да бір 3-4 минутқа салып аламыз. Көп пеште ұстамаймыз, шамамен бір 10-12 минутта пиццамыз дайын болады. Мінекей пиццамыз дайын. Енді ыстық шаймен немесе әртүрлі соктармен іше берсек болады. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.